Сәлеметсіздер ме менің көрермендерім? Бұл видеода мен сіздермен сөйлеу тілінде бұзылысы бар, мысалы р дыбысы бұзылысы бар балалармен жүргізілетін жұмыстарда қолданатын түрлі тәсілдермен бөліскім келеді. Бұл тәсілдерді сіздер үй жағдайында да жасауларыңызға болады екен. Өз балаларыңызбен, әсіресе ата-аналарға айтарын, өз балаларыңызбен осындай қызықты ойындар ойнауыңызға болады. Фотограф ойынында берілген сөздерді, буындарды көзбен көре отырып есте сақтап қаламыз. Балалар, қазір мына сөздерді буындарды қайталайық. Содан кейін барып мен 2-3-еуін алып тастаймын, жоғалтамын көздерін жұмғанда. Содан кейін сендер айтасыңдар, кәне қайталаймыз. Бірге. Ор, ыр, ар, дұрыс. Ер, өр, ор, әр, мынау сөз, айтамыз. Қар. Өте жақсы. Ал көзіміз жұмамыз. Апай бірнеше буынды алып тастайды. Жақсы. Аша қойыңдар. Қар жоқ, қар буын және сөз. Ар жоқ, тағы да ор. Жарайсыңдар. Ал тағы да көзіміз жұмамыз. Ашпаймыз. Ал аша қойыңдар. Қандай буын жоқ? Ойланамыз. Ир. Жарайсыңдар. Ир. Міне. Тағы да. Қандай? Орма. Жарайсыңдар. Ор. Дұрыс айтып үйренеміз. Ыр. Жарайсыңдар. Өте жақсы. Тағы бір ойнасақ бола ма? Ал көзіміз тағы жұмамыз. Ашпаймыз көзімізді. Көзімізді жұмып отырамыз. Так. Ал аша қойыңдар. Бірнеше буын жоғалтты апай көбірек. Өр. Тағы да? Ор дейді. Жарайсың. Қандай? Ыр ма? Ыр. Сүнген? Әр дейді, Жарайсыңдар. Өте жақсы. Тамаша. Енді осы жаттап есте сақтаған буындарды тақтаға немесе дәптерге жатқа жазғызуға болады. Сен не жаздың, балам? Кәне? Сен не жаздың? Оқышы. Мынау не? Қатты. Мынаушы. Мынау. Жарайсың. Тағы не бар еді? Есіңе түсірші, қан болады. Тағы не бар еді? Міне, жарайсың. Өте жақсы. Р дыбысы кездесетін сөздерді жаттап, жатқа айтып және жатқа жазғызуға болады екен. Мына сөздерді жаттап алайық, кәне бір-бірден айта ғой. Қара, торғай. Орамал, сара, құмырсқа, барыс, домбыра, ара. Жаттадың ба? Ал енді апай бір-екеуін тұғады, сен соларды жатқа айт. Міне, көзін жұмып отырады бала. Ал аша ғой. Мына құмырсқа жоқ. Жақсы. Содан кейін? Сосын Шақ әріптен тұратын. Шақ, ара. Жарайсың. Ал тағы да. Ал көзіміз жұмамыз. Кішкене күрделендіріп, енді үшеуін жоғалтамыз. Айта ғой. Мына қара, торғай, мына сара. Жарайсың. Тағы да. Ал көзіміз тағы бір жұмамыз. Ал, ары қарай.
Аяқты домбыра барыс. Домбыра барыс. Домбыра. Барыс. Аха. Тағы да. Ойлана ғой. Кішкентай еңбекқор жәндік. Құмырсқа. Жарайсың, кішкене көмектесуге болады. Сосын. Біз онымен сүртінеміз. Немесе басқа тағады оны. Орамал. Екі түрлі болады, жарайсың. Біз мына әңгімені оқып аламыз да, ішінен р дыбысы бар сөздерді дұрыс оқуға тырысамыз. Келе ғой, оқи ғой. Жаздың әдемі бір күнінде таңертең бір төре өзінің баласымен бақшаға барып, екеуі де егілген ағаштары мен гүл жапырақтарын көріп жүр. Осы мәтіннің ішінен р дыбысы бар сөздерді ғана оқып шығамыз. Бір таңертең бір төре барып, ағаштар жапырақтарын көріп жүрді. Біреуі. Жарайсың. Құрметті менің көрерменім, осымен бүгінгі менің видео сабағым аяқталды. Сіздерге пайдасы тиді деген ойдамын. Келесі сабақтарда кездескенше сау болыңыздар.